Абай облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы мен Абай облысының тоғызқұмалақ федерациясының ұйымдастыруымен 15 және 17 жас аралығындағы жасөспірімдер арасында тоғызқұмалақтан Абай облысының жекелей чемпионаты өткізілді. Зияткерлік ойынды дамытуға бағытталған бұл додаға өңірдің бірқатар аудан қалаларынан дарынды спортшылар қатысты. Атап айтқанда, Мақаншы ауданынан 6 спортшы, Бесқарағай ауданынан 6 спортшы, Аягөз ауданынан 5 спортшы, Абай ауданынан 5 спортшы, Ақсот ауданынан 3 және Семей қаласының 19 спортшы бақ сынады. Жалпы саны 44 спортшы өзара мықтыны анықтады. Қазіргі кезде Абай облысының юниорлар мен жастар арасындағы жекелей чемпионаты болды. Осы чемпионатқа Мақаншы ауданынан 6 ойыншы келді, Аягөз ауданынан 6 ойыншы, Бесқарағай ауданынан 6 ойыншы, Ақсуат ауданынан 3 ойыншы және Семей қаласынан 19 ойыншы қатысып жатыр. Жарыс өте тартысты болып жатыр. Барлық келген ойыншылар әрбір ауданнан орындарды алып жатыр. Соғыстың қызығы. Біз бұл облыстық жарысымыз іріктеу болып жатыр. 20-28 наурыз күндері Атырау қаласында Қазақстан Республикасының чемпионаты болды. Соған біз іріктеу өткізіп жатырмыз. Қазір кезде енді жарысымыз бітейінде қалды, соңғы тур болып жатыр. Балалар ойын деңгейі өте биік деп айтуға болады. Осы балалардан Атырауда Қазақстан Республикасында жүлделі орын алады деп сенеміз. Өзім номер 6-шы мектеп интернатында жаңағы тоғызқұмалақ шахматтан балаларды тәрбиелеймін. Спорт нұсқаушысы. Енді бүгінгі міне 4-ші күн келіп жатқанымыз мынау Абай облысы жастар және жасөспірімдер арасындағы облыстық жекелей чемпионат өте қарқынды өтіп жатыр. Ойыншылар керемет, ойлы ойыншылар көп мұнда. Жаңағы сен тұр мен атайын деген сияқты. Енді бұйыртқаны біздің қыздарымыздан Аягөз ауданының намысын қорғап, жаңағы 20 жастағы қыздарымыз арасында, енді былай айтқанда мен өз қызым Баймағамбет қызы Аягөз деген қызымыз екінші орын алды. Екі түрінен классикалықтан, рапидтан, сосын кейін білистан бірінші орын алды. Енді ол ауданымыздың намысын қорғады. Ал міне бүгінгі күнде бір ұлымыз білис деген жылдам ойыннан жүлделі 3-ші орынды алды. Енді біздің облысымыздың тоғызқұмалағы едәуір дамыған деп айтуымызға болады. Чемпионаттың басты мақсаты ұлттық спорт түрін насихаттау, жасөспірімдердің зияткерлік қабілетін арттыру және болашақ облыстық республикалық жастарға іріктеу болып табылады. Тартысты өткен бәсекеде қатысушылар жоғары дайындық деңгейін көрсетіп, ұлттық ойынға деген қызығушылықтың артып келе жатқанын дәлелдеді. Осы жарысқа Ақсот ауданынан Абай облысының жастар арасындағы жекелей чемпионатына 15-17 жасқа дейінгі ұлдар мен қыздар арасында 3 шәкіртімді алып келіп қатыстырып жатырмын. 3 оқушымда жоғары жетістіктерге жете білді. 2 алтын, 3 қола медалға ие болдық. Атап айтар болсақ, бізде блиц түрінен алтын медал алды. Шәкіртім Әлиханова Кәусар. Рапид түрінен Әстайт Мадияр алтын жеңімпаз атанды. Қалған классика түрінен Серікұлы Досым деген оқушымыз қола жүлдеге ие болса, Әлиханова Кәусар классика және рапид түрлерінен қола жүлдеге ие болды. Осы жарыстағы барлық өте тартысты өткен ойындардың көп куәсі болдық. Осы жарыстан 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған спортшыларымыз 20-28 наурызда Атырау қаласында өтетін Қазақстан чемпионатында Абай облысының намысын қорғайды. Барлық қатысушыларға сәттілік, жеңіс тілейміз. Айта кетейік, тоғызқұмалақ қазақ халқының терең ой мен стратегиялық шеберлік талап ететін көне зияткерлік мұрасы. Осындай жарыстар жас буынның ұлттық құндылықтарға деген құрметін арттырып, спорттық шеберлігін шыңдауға мүмкіндік береді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер алдағы республикалық кезеңдерде облыс намысын қорғайтын болады. Дария Аманова, Ажар Бауыржанқызы, Алишер Абилов, ТВ6 телеарнасы.